Assalomu alaykum. Bugun bizde Mitsubishi Galant 2006 mashina trayt etib qolgan. Katushka aushtirgan, birinchi silindrda katushka aushtirgan, свечасын aushtirgan, silindr tekshirgan, bari okey. Yaxshi istep tur. Bu жерде trayt etib turgan, o'zgarish yo'q. Biz katushkani tekshirdik bu жерде. Өзіміздің аппаратпен тексердік. Дискрат беріп тұр. Бізде мына жерде форсункіде тоқ жоқ, яғни импульс жоқ. Бұда машинада газ бар. Газ ажырап тастадыңыздар ғой? Қосылмайды газы? Қақта ма? Егесі. Бұл жерде заводской провода келеді. Мына компьютерге кіріп, газдың айналып шығып мынаған келеді. Бензин газ сөйтіп ауысады да. Сол компьютерге кірген, мынаяқтан келмей қалған. Сол біз мына жерде проводын аштық. Толық кеп тұр. Енді мынаған былай жалғаймыз. Газбен жүрмейді бұл машина. Сол жалпы ауру осы. Импульсынан келеді, компьютерге кіреді, газдың компьютеріне. Мына жақ қарай шықпайды. Оған жаңағы әр нәрсесін ауыстырып тастаған ғой. Қазір осыны жалғап, ары қарай істеп беретін боламыз, иншалла. Көлігіміз бітті, алхамдулилля. Трайт етпей, тірілдемей арбаны істепті. Біраз өзгерді ме? Өзгерді. Бұна форсунг істемей қанша кабелі мынаяқтан газдан өтіп, мынақа газға кіреді да мынақа. И газдан былай қарай шықпай қалған ғой. Кейбір осы компьютерде осы ауру болып қалады, газ барлар машиналарда ше. Bu болмаса кабель ауырып қалады.